Қайырлы күн. Біз алдыңғы бейнероликте Google Drive, яғни Google дискпен жұмыс істеуді қарастырдық. Соның ішінде әртүрлі құжаттармен, файлдармен бөлісуді үйрендік. Бүгін біз Google формамен жұмыс істеуді үйренеміз. Егер сіз сауалнама, тест немесе өтінім формасын жасағыңыз келсе, онда Google форма таптырмайтын құрал болып табылады. Google форманы қалай ашамыз? Бірінші сол жақтағы плюс батырмасына басып, форманы таңдаймыз. Ашылған формаға ат беріп, сипаттамасын жазайық. Мысал ретінде география пәнінен тест жасап көрейік. Сұрақтардың бірнеше түрлері бар, соларды қарастырайық. Жоғарыдан төмен қарай, қысқаша мәтін енгізу, көбірек мәтін, яғни абзац, бірнеше жауаптың біреуін таңдау, бірнеше жауапты белгілеу, тізімнің ішінен таңдау, жауап ретінде файлдарды жүктеу, шкала, екі түрлі кесте және күн мен уақытты көрсету. Басынан бастап әр қайсысына тоқталып өтейік. Бірінші тестке қатысушы адамның аты жөнін енгізуді сұрайық. Ол үшін қысқа мәтінді таңдау керек. Яғни толтырушы адам өз қолымен өзі туралы мәліметтерді енгізеді. Бірінші аты, содан кейін дәл осы сұрақты көшіру батырмасы арқылы төменгі жақта екінші нұсқасын көшіріп, ол жерде тегін енгізуді сұраймыз. Содан кейін тестті не сауалнаманы толтырушы қалай көретінін білу үшін жоғарыда орналасқан көздің суретіне басамыз. Бұл жерде сұрақтарға жауап беріп, жауапты жөнелтеміз. Сұрақ құрастыру бетіне оралып, ол жерден жауаптар бетіне өтеміз. Бұл жерде біз жалпы мәлімет, сұрақтар бойынша мәлімет және әрбір толтырған адам бойынша мәліметті көре аламыз. Енді келесі сұрақтардың түріне оралайық. Сұрақты жазып, жауаптарды ұсынып, бірнеше нұсқаның бірі дұрыс деген түрін таңдайық. Сонымен қатар, егер бұл сұраққа сіз міндетті түрде жауап алғыңыз келсе, онда төмендегі батырманы оң жаққа қарай жылжытыңыз. Келесі түрі бірнеше нұсқасы дұрыс сұрақ. Бұл жерде керекті сұрақ пен жауаптарды енгізген соң, тестке қатысатын адам қалай көретінін байқайық. Кезекті түрі тізімнің ішінен таңдау. Бұл жерде де осы принцип. Тек ерекшелігі ұсынылатын жауаптар орын алмайды. Егер тест арқылы шығармашылық қабілетін тексергіңіз келсе, немесе орындаған тапсырманы дайын файл түрінде алғыңыз келсе, онда файлдарды жүктеу нұсқасын таңдаңыз. Біріншіден сұрақ қойып, оған жауапты әртүрлі форматта алуға болады. Сонымен қатар тестке қатысушының қандай мөлшерде және қанша көлемді файл жібере алатынын қоюға болады. Мысалға, қазір мен талап еткендей, тест толтырушы тек сурет не фото түрінде ғана файлды жібере алады. Сұрақтың келесі түрі шкала. Көбінесе бұл тәсіл бір нәрсені бағалауда қолданылады. Мәселен, тестке қатысушы қалай өзін бағалай алатынын көрсетейін. Енді кестені қарастырайық. Бірінші түрі ұсынылған пункттің біреуін таңдауға арналған. Назар салыңыз.
Екінші кесте бірнеше жауапты бірден белгілеуге мүмкіндік береді. Бірінші кестеден айырмашылығы осында. Келесі пункт күн мен уақытты көрсетуге арналған. Мысалға, осы бейнероликтегідей тестке қатысу күні мен уақытын белгілеуді, немесе тесттің басында туған күні жайлы ақпарат сұрағанда қолдануға болады. Біз сұрақтың ең соңғы түріне келдік. Ол үлкен мәтін енгізу. Көбінесе ол тест не сауалнамаға қатысушыдан кері байланыс, пікір алу үшін қолданылады. Сонымен біз барлық сұрақтардың түрін қарастырдық. Енді тестті басқа адамға жіберу үшін жөнелту батырмасын басып толтыруға рұқсат береміз. Тестті электронды поштаға жіберуге болады, немесе сілтемесін көшіріп, басқа жолмен, мысалға мессенджермен жөнелтуге болады. Тест нәтижесін көру үшін оны бірге толтырайық. Міне, нәтижесі инфографикада, яғни диаграмма түрінде шықты. Оны тағы кесте түрінде де көріп жүктеп алса болады. Тесттің өзі әрине Google дисктің бастапқы бетінде орналасады. Құрметті көрермен, сіз бүгін Google формамен қалай жұмыс істеу керек екенін үйрендіңіз. Яғни сіз өзіңіздің күшіңізбен кез келген тестті және сауалнаманы жасай алатын болдыңыз. Сонымен қатар сауалнама не тестке кез келген сурет немесе бейнероликті енгізуге болады. Және де тест толтырған адамның бағалары автоматты түрде шығып электронды поштаға келетіндей етіп жасауға болады. Google форманың бұл және өзге де артықшылықтары туралы мен қосымша бейнероликте айтатын боламын. Әзірше мен сіздермен қоштасамын, келесі пайдалы бейнероликте кездескенше.